Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз үйде желінбей қалған наннан бір тамақ жасаймыз. Ол тамақ 2 жұмыртқа, оған сәл сүт, одан кейін қант қосып араластырамыз. Осылай араластырып, яғни қантын езіп аламыз да, үйде кішкене қатыңқырап қалған, ескірген, бірақ көгермеген нанды осығаншылап табаға қуырып жейміз. Өте дәмді болады. Табаға осылай май құйып, қыздырып аламыз. Одан кейін осылай нанды жаңағы жасап алған дүниемізге өйстіп шылаймыз да қуырамыз. Және екіншісін осылай саламыз, қуырамыз. Үшіншісін де саламыз. Осылай қуырып аламыз да, одан кейін майдан сорғытып, тарелкамызға алып қоямыз. Осылай, яғни жалғастыра береміз. Өте дәмді тамақ шығады.